Келесі вариант Lexus ES 300H гибридный 2015 жылғы 2.5 гибридный мотор. Так, жүрген шақырымы 164 000 километр, белый жемчуг на черный салон. В общем, тоже бүгін ойнатылатын болады. По окрасу передний часть бізде капотта, екі крылода бояуы бар. Сосын осы оң жақ бетте артқы есігі мен артқы крылода бояуы бар. 5 детальда бояуы бар екен. Бірақ енді краскасын керемет шығарған. Міне ешқандай отличие шығып тұрған жоқ. Мінекей осы екі детальда бояу болған, әдемі шығарған. Алдың бөлікте бояу болған. Бәрін өзінің родной оригинал краскасымен шығарған. Технический состояние өте керемет. Мотор таза істеп тұр. Енді алдың бөлікте фарларын кішігірім сарғайған екен. Мынаны полировканы кетіріп жіберу керек. Дневной ходовиктар бар. Решеткалар керемет, әдемі решеткада. Туманик, передний партроник. Так, бұда да 17-лік дискілері тұр. Шиналарын енді ауыстырып берген дұрыс болады. Повторитель поворотника, бесключевой доступ. Қара кожада, кожалардың жағдайлары өте жақсы. Жақсы сақталған, таза япошка. 2015 полный электропакет. Электропривод руля, электропривод сидений. Рулында жағдай өте керемет, кожалары жақсы сақталған. Круиз контроліміз бар. Пробег 164 000 километр. Панели бізде тоже өте керемет. Центральный монитор бізде. Задний камера, фирменный Lexus деген сағатмен. Коробкасын тамаша ауысып тұр, идеально. Вообще сыр беріп тұрған жоқ. Драйв мод Eco Normal Sport режимдары бар. 2 зонды климат контроль, подогрев обдув сидений екеуінде бар. Push старт. Панель барлығы торпеда стап таза. Ешқандай минустар жоқ по салону. Кожалар енді өте керемет, жақсы сақталған, заводская өзінің полигінде. По салону вообще идеал болып тұр автокөлік. Артқы стапактары тоже идеальный. ES300H барлығы шилдинг орында. Артқы парктроник. Енді по кузову осы екі детальда бояу бар. Алдыңғы бізде детальдерде бояу бар. Қалғандардың барлығы бізде тап-таза. Моторын көрсетіп кеттім. Қазір моторын көрсетіп жіберейін. Бағасы өте керемет шығып тұр бүгінгі аукционда. 2.5 гибридный мотор орналасқан. Мотор енді тамаша істеп тұр. Сәлден кейін сразу тоққа өтеді. Так, крылода замена бізде болған. Капотта замена болған. Получается, передний часть замена болғанда и бояған ғой. Мынақта да замена болған. 3 детальда.